Жанынды жадырататын қою кофе, дәмі тіл үйретін ыстық круассан, иісі мұрнын жаратын хош иісті әтірлер, көздің жауын алатын сәнді көйлектер, жүрегіңді тербейтін ғажап музыка. Креатив пен өнер саласындағы жандарға шабыт сыйлаған Парижге қош келдік. Өнер мен сән. Париж, Франция. Париж сан алуан мәдениет пен өнер тоғысқан қала. Париж Еуропалық одақта қаншама тұлғалардың талантын ашқан, бағын жаққан, арман мақсатын жүзеге асыруға мүмкіндік жасаған шаһар. Бүгінгі бағдарлама кейіпкерлерінің бірі Гаспар Делано, суретші, жасы 50-де. Айналадағы мына суреттің бәрі менің жұмысым. Даладағы жайма базарлардан ескі, ұсқынсыз суреттерді сатып алып, солардың бетіне күлкілі, терең мағыналы сөздер жазам. Менің мақсатым суреттерді өзгерту. Кейде бұларды 100-150 еуроға сатам. Ал ұсқынсыз ескі суреттерді базардан 50 еуроға, кейде одан аз ақшаға сатып алам. Келесі кейіпкеріміз Ламин Мухаммед. Ол да заманауи өнердің көрнекті өкілі. Камерунда туып өскен, қазір Париждің тұрғыны. Мен стилист суретшімін. Жұмыс материалы ретінде матаны қолданам. Камеруннан Еуропаға көшіп келу себебім, мұнда бұл өнер кең қанат жайған. Францияда суретшілерді африкалықсың, азиялықсың, қытайсың, жапонсың деп ұлтқа бөлмейді. Өз орныңды табуға мүмкіндік көп. Егер шын мықты болсаң, алдыңнан жүздеген есік ашылады. Париж сән әлемінің сұлуы. Әйгілі Кристиан Диордың сүйікті моделі болған қазақ қызы Алла Ильчунның да бағын ашқан. Париж Алланың қазақ екенін дәлелдеп жүрген зерттеуші Берлин Иришевті де бауырына басқан. Мынау 50-ші жылдар. Ең атақты 8 сән үйінің жазғы көйлектер топтамасы көрсетілген. Ортадағы Диор көйлегі. Оны Алла Ильчун, қазақша Алла Елшін таныстырып тұр. Өйткені ол Диордың соңғы сүйікті моделі болған. Кристиан Диор сол заманда ерлік жасапты ғой. Қазір қарап отырсам, фашизмнің қарқыны басылмаған тұста азиялық қызды өз компаниясының бет-бейнесі ету үшін үлкен батылдық керек. Өнерде шекара жоқ. Еуропалық одақ жыл сайын мәдени және шығармашылық саланы дамытуға бюджеттен 609 миллион еуро бөледі. Ынтымақтастық жобалары мен желілері Еуропадағы дарынды суретшілерді байланыстырады. Креативті саладағы ынтымақтастықты жеңілдетеді. Париждің орталық Ливолли көшесінде, яғни дәл жүрегінде орналасқан 20 жылдық тарихы бар Гаспардың галереясында да дүние жүзінің түпкір-түпкірінен келіп жұмыс істейтін дарындылар бар. Бұл мәдени орын шығармашылығыңды шыңдайтын алаң, өнеріңді әлемге паш ететін орталық. Мына кісі біздің диджейіміз. Әр сенбі сайын беретін концертіне дайындалып жатыр. Ал мына бөлменің еденіндегі картаны Реюнион аралынан келген суретші салды. Міне, мұнда аралды қоршап тұрған басқа аралдар бар. Мадагаскар, Сент-Пол, Каролин деген сияқты аралдарды салған. Ал мынау біздің Ираннан келген әріптесіміз. 2 жылдан бері осында жұмыс істейді. Суреттерінде байқадыңыз ба? Ирандық дәстүрден алыстамайды. Заманауи белгілерді қосып, әдемі үйлестірген. Ал бұл әріптесіміз мозаиканың шебері. Өзі гитарада да өте жақсы ойнайды. Сицилиядан келген. Камерундық Ламин Мухаммед Париждің әр бұрышынан, ауасынан шабыт алатынын айтады. Өнер адамдары бұл шаһарға келсе, шығармашылығына жаңа леп, өзгеше бояу қосатынына сенімді. Мен декоративті өнермен айналсам деп шештім. Басында адамдарға ұнайтын. Киюге ыңғайлы киімдердің топтамасын жасаймын деп ойлағам. Кейін киюге келмейтін, бірақ терең философиясы, мағынасы бар көйлектер тіктім. Дизайнер мен стилистер киюге жарамды киім-кешек тігуге міндетті емес. Соны адамдарға түсіндіргім келеді. Матамен адамдарды ғана емес, жануарларды, тіпті үйлерді де киіндіруге болады. Матаны өз мақсатыңызға орай әрқалай пайдалануға болады.
Бұл қалағаныңша өзгертуге икемделетін зат. Мен үшін мата өнеріңді көрсетудің таптырмас шикізаты. Әйгілі Кристиан Диор да мата арқылы өнерін әлемге паш етті. Оның топтамалары заманында Франция экспортының 5%-ін, жалпы сән индустриясының 75%-ін құраған. Ал атағы 6 құрлыққа жайылған Кристиан Диордың музасы қанағасақ Алла Ильчун болған қазақстандықтар мақтан тұтуы тиіс дейді Берлин Иришев. Берлин мырза өзі Парижге 1996 жылы көшіп келген. Қазақстандық банк саласында жұмыс істеген. Қазір Франциядағы қазақстандықтар қауымдастығының президенті. Бұл ұйымның құрамында 200-дей қазақстандық бар. Франция заңымен жұмыс істейді. Елшілікке де, басқа ресми құрылымдарға да тәуелді емес. Қауымдастықтағы әріптестердің көмегімен Алла Ильчунның өмір тарихын зерделеп, кітап жазып, деректі фильм түсірді. Алланың 62 жыл ғұмыры 3 кезеңнен тұрады. Сән сахнасына дейінгі 21 жыл, сән сахнасындағы 20 жыл, сән сахнасынан кейінгі 21 жыл. Сән сахнасына дейінгі және кейінгі өмірі жұмбақ. Ал подиумдағы 20 жылда мыңдаған фото бар. Әлемнің атақты фотографтары Алланы суретке түсіруді абырой санаған. Сұлулығында мін жоқ, кербез, 5 тілде еркін сөйлейді. Алланың іс-сапарлар географиясына қарап отырып, оны неге Диор сән үйінің елшісі атағанын түсінесіз. Өйткені Кристиан Диор өте ақылды кісі еді. Ол маркетингке қай жерде қызығушылық бар екенін білді. Францияның ішінде немесе соғыстан кейінгі Ресей сияқты елдерден үміттенген жоқ. Ең алдымен Америкаға күш салды. Сосын Солтүстік Америкада, Латын Америкасында, Бразилияда, Африкада, Австралияда, Жапонияда 2 рет болды. Сол уақыттағы ұшақтармен шалғайдағы осынша елге ұшып бару ерлік қой. Ну вот, в Володском лесу, только что мы посетили Louis Vuitton Foundation. Өнердің шыңын бағындыру үшін талант пен еңбек ұштасуы тиіс. Сондай-ақ өнер жолындағы түрлі қиындық пен кедергіге шыдам берер төзім қажет. Бүгінде күніне мыңдаған турист, жүздеген қонақ бас сұғатын Гаспардың галереясы да алғашқыда талай сынақтан өткен. Өнерді халыққа көрсетудің жаңа жолдарын іздедік. Сөйтіп галерея ашуға ниеттендік. Бірақ Парижде ғимаратты жалға алу немесе сатып алу өте қымбат. Амалсыздан жас өнерпаздар бірлесіп қаланың дәл ортасында бос тұрған ғимаратты заңсыз басып алдық. 90-шы жылдары бізді полиция 7 рет қуып шықты. 1999 жылы қайта басып кірдік. Бұқаралық ақпарат құралдары күнде жазып жатты. Жастар бос ғимаратты басып алып, жабайы өнерді насихаттап жатыр деген мазмұнда. Нәтижесінде танымалдылығымыз арта түсті. Жергілікті халық бізді жақтады. Қала әкімдігі соңында келісімге келіп, бізді қолдауға шешім шығарды. Банкке тиесілі ғимаратты 5 миллион еуроға сатып алып, тағы 5 миллион еуроға жөндеу жұмыстарын жасап, бізге тегін берді. Галерея сейсенбі мен жексенбі күндері жұмыс істейді. 30 шақты қызметкері бар. Олардың 4-еуі 1 жылдық келісім шартқа отырады. 12-сі 6 айдан кейін ауысып тұрады. Галерея сайт арқылы жұмысқа өтініш бергендердің резюмесі 6 ай сайын қаралып іріктеледі. Іріктеуден өткендер Парижге келіп, айына 150 еуро жәрдемақы алып, галереяда жұмыс істей алады. Бізде жас, жыныс, ұлтқа кедергі, тосқауыл, шектеу жоқ. Олар өздерінің жұмыстарын жіберіп, мотивациясы, жобасы туралы айту керек. Бұл галереяда өнер адамдарына мүмкіндік көп. Өйткені мұнда әлемнің барлық шеттерінен адамдар келеді. Яғни мықты тұлғалармен танысасыз. Жұмысыңызды шеберхана шеңберінен шығарып, көрсете аласыз. Көбісінің жұмысы сатылып кетеді. Берлин Иришевтің де сән әлеміндегі шығыс маржаны Алла Ильчунның өмір тарихын зерттеуге бет бұруына бір ғана картинаны сатып алуы себеп болған. Мосно саябағында қыдырып жүргім. Сол жерге голландиялық суретшілердің көрмесі келеді дегенді естігем.
Сөйтіп, көрмені аралап жүріп, кенеттен Алла Ильчунның бейнесі салынған картинаны көрдім. Сатушы картина туралы кеңірек ақпарат бере алмады. Диордың моделі болғанынан басқа ештеңе білмеймін деді. Киім ауыстыру бөлмесінде салынған картина екен. Суретшінің қолы, сертификаты бәрі бар. Көз ала алмай ұзақ қарадым. Бұған дейін 2 жыл бұрын бір мақала жазғам. Диордың қазақ моделі болған туралы. Бірақ әкесі қазақ па, шешесі қазақ па белгісіз еді. Соны жаздым да, ары қарай тереңдемедім. Мақаланы жарияладым да қойдым. Мына картинадан соң оны аяқсыз қалдыруға болмайтынын түсіндім. Картинаның ақшасын толық төлей алмай, жартысын ертесі әкеліп беріп, әйтеуір сатып алдым. Соншалықты әдемі қазақ қызын бәріне көрсеткім келді. Бір аптадан соң Алматыда Қастеев мұражайына апарып, картинаны көрмеге қойдық. Ламин Мұхаммед те дәл сол Қастеев музейінде өткен Ұлы Жібек жолы көйлектері көрмесіне атсалысқан. Ламиннің жетекшілігімен қазақстандық дизайнерлер Кешір Арал, Таңбалы тас, Тұмар патшайым, Халықтар достығы, Бабалар мұрасы атты алып көйлектер тікті. Әрбір көйлектің тақырыбы ғана емес, тігілу тарихы бар. Маталар Франциядан әкелінген, ою суреттері бірнеше ай бойы салынған. Модельдер бұдан бұрын Франция корольдері жерленген Сен-Дени соборында үлкен король көйлектері деген атпен бірегей жобаны жүзеге асырған болатын. Биіктігі 4 метрлік көйлектер собордың алдында жиналып, кездесіп тұрған алып ескерткіштер шеруін еске түсіреді. Сен-Дени соборындағы жобам маған жол ашты. Мен сол жобаның нәтижесінде Қазақстанға барып, ондағы адамдарды таңғалдырдым. Алып көйлектер арқылы көшпенділер философиясын жақсы көрсеттік деп ойлаймын. Қазақстандық дарынды дизайнерлермен жұмыс істедім. Алматыда, одан кейін Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық музейдегі көрмеміз өте жоғары деңгейде өтті. Бұл жерде Еуропалық одаққа алғыс айтқым келеді. Шығармашылық шабытымның тынысын ашып, қаншама мықты әріптес табуыма себепкер болды. Қазақстан маған ұнады. Берлин Иришевтің де әкесі қазақ Алла Ильчун туралы ізденісі нәтижелі болған. Жалғыз ұлы Маркпен танысқан. Сән сұлуы жерленген қабірді іздеп тапқан. Егер Берлин мырза Европада тұрмаса, Алланың жұмбақ тағдырын ешкім білмес еді. Оның ұлты Қытай деп жазылғанмен, американдықтар оны шығыс маржаны деп атаған. Өйткені олар бұл жерде бір жұмбақ барын сезген сияқты. Сондықтан мен кітабымды Энигма Аллы, яғни Алланың жұмбағы деп атадым. Ол француз азаматтығын алып қайтыс болды. Диордағылар бұл кітабыма маркетинг тұрғысынан ғана қарайды. Алла Ильчун өте танымал адамдармен араласқан. Оны англо-саксон елдері жақсы таныған. Джон Стейнбек, Эллен Шоу, Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих, Англия патшайымы Алламен араласқандарын мәртебе санаған. Бізде бір сурет бар. Марлен Дитрих Аллаға сүйсініп тұр. Ол суретті Бриджфорд компаниясы 1800 фунт стерлингке бағалады. Сол қаражатты төлеген соң ғана біз оны жариялай аламыз. Диор бізге кітапты ағылшын, орыс, мүмкін Қытай тіліне аударып береді. Бұл өте үлкен қамқорлық, қолдау деп ойлаймыз. Еуроодақ 2014-2020 жылдарға арналған креативті Еуропа бағдарламасын ұсынған болатын. Оның негізгі мақсаты Еуропалық бірегейлікке ықпал ететін еуропалық мәдениетті насихаттау. Жаңа бағдарлама сонымен қатар азаматтардың негізгі құқықтары мен құндылықтарын ілгерілету және қорғау, сонымен қатар азаматтық қоғамды дамыту үшін мүмкіндіктер ашады. Франция менің шығармашылық тұлға ретінде толық ашылуыма бар жағдайды жасады. Мұнда алғаш келгенде жалғызсырап құлазғаным рас. Бірақ кейін Парижге бауыр бастым. Бұл жерде мүмкіндік көп. Әлемнің басқа елдерінің өнер адамдары да осында келсе, мен көрген жақсылықты сезінсе де армандаймын. Еуропа әлемге жол ашады. Еуропа өнерді дамытады. Өнерді демократияландыруымыз керек. Ғасырлар бойы өнер тек жоғары тап өкілдеріне тиесілі болды. Енді өнерге кез келген адамның қолы жетуі тиіс. Мемлекет те өнерді әрдайым қолдауын тоқтатпауы қажет.
Өйткені өнердің басты идеясы уақыт, өткен шақ және болашақ. Өнер біздің қоғамдағы мінез құлқымызды қалыптастырады. Thank you very much. Greetings from Kazakhstan. 75% фэшн. Это очень большая доля. Достар, шынында да креативті салаға назар аудару мемлекет дамуының өзегі екені анық. Біздің сапарымыз осымен аяқталмайды. Келесі бағдарламада біз Францияны бағындырған жандармен таныстырамыз. Келесі кездескенше.